Сәлем оқырмандар. Әңгімеге лөпіл басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сонау 70-ші жылдары жаңадан құрылып жатқан бір совхозға шофер болып бардым. Бір жағы рулас ағайын, бір жағы өзіммен бірге машина айдайтын тапалтақ бойлы келген, жылдам қимылды жұмыстас жігіт. Мәке, үйің көшіп келгенше біздің үйге жата берсеңші деп жата жабысты. Жалпы бұл жігітті іштей жақтырмайтын едім. Себебі, мұны сырттай ел іші тар, орынсыз қызғаншақ. Мінезі шатақ, ал аузына арақ тисе алдындағы әкесінде көрмейтін, тіпті үйіндегі анасына да қолы тиетін қатыгезде еститін едім. Білмеймін, сондай жағымсыз сөздерді есте тұра, жарайды деп айтқанына көніп қалдым. Менің барғаныма шүйкедей кішкентай қара кемпір анасы мен жалғыз қарындасы жүрегі жарыла қуанды. Хош, сол үйде тұрдым деген аты болмаса совхоздың таусылмайтын қарбалас жұмысынан қол тимейді. Бәкеңнің үйінде жаңа үйленген келіншегі де бар екен. Бір күні бәкеңнің үйіне ертерек келсем, үйі толған ауыл адамдары. Ойбай, Мәке, бәкеңнің қарындасы күйеуге қашып кетіпті. Сен ешқайда кетпе, қазір бәкең келсе бәрімізді қырады деп, үлкен кішісі сабылып жүр. Мен жуынып шайынып үйге кіріп, салып қойған төсекке қисайып жатырмын. Анадай жерде бейшара анасы қалтырап, дірілдеп бір бұрышта бүрісіп отыр екен. Әже, неге сонша қорқып отырсыз? Кетсе бойжеткен қыз ғой, өз еркімен теңіне кеткен шығар. Ағасы түсінер, неге соншама қалтырайсыз деп, анасы байғұс жылап қоя берді. Ол қыздың қашып кеткенінде менен көреді ғой, дейді маған қорқынышқа толы көзімен қарап. Бәкеңнің әйелі дастархан дайындап жатыр. Байқаймын, ол анасындай абыржып тұрған жоқ. Сөйткенше есіктен әкең, шешең, бабаң деп балағаттап жолдағы үлкен кішіні жапыра басып кіріп келді де, бұрышта отырған анасының жүрек тұсынан теуіп кеп жіберді. Үй іші у-шу болды. Орнымнан қалай ұшып тұрғанымды білмей қалдым. Екі көздің арасынан қақырата ұрдым. Көтеріліп барып жарға жабыса құлады. Бірақ есінен танбады. Ұстап алып, қол аяғын байлап тастайын деп ұмтылып едім. Жанталаса еңбектеп қолтығымнан астынан шығып кетіп далаға тұра қашты. Далада қараңғы түсіп кеткен кез. Таба алмай қалдым. Іздеп біраз жүріп. Үйге қайтып келсем, ауыл дәрігері келіп, талып қалған әжені есін жинатып, укол салып жатыр екен. Ана малғынды ұстай алмай қалғаныма өзімді ұстай алмай қалшылдап тұрмын. Сөйткенше біреудің жанын дауысы шықты. Ойбай, бәкең сарайдағы сандықтан мылтық алып, атайын деп жатыр деп. Жүгіре басып есік алдындағы сарайға кіріп барсам, көне сандықтан қос ауыз мылтығын алып құрастырып болып, оқ салған патронтажды беліне байлап жатыр екен. Мені көріп сасып қалды. Мылтығын көтеріп үлгермеді, секіріп келіп, көкірек аузынан тептім. Сол кезде мылтығы ұшып кетті де өзі бүктеле құлады. Мылтықтың дүмі жағы мен арқасынан қайыра ұрдым. Қимылсыз қалып етпетінен түсті. Көзім түк көрмей кетті. Бұл малғын шеше ұрғыш найсап қой, бұны жер бастырғанша майып қылып тастайын деп, етпетінен жатқан оны мылтықтың дүмімен құлаштап ұруға қолымды көтере беріп едім. Ойбай-ау, құрбаның болайын. Жалғызым ғой менің балам-ау, жалғызым, ұрмашы деп, анасы үстіне келіп құлады. Мен мылтықты алып есіктен шығып кеттім. Кейді ойланамын. Кейбір ана жүрегі қандай кең. Сол жалғыз баласы өзін жүрегінен теуіп талдырып тастады және мылтық алып атып тастағысы келіп жүр. Сонда да қаныпезер баласын қорғап, үстіне құлап жылап жүр. Міне, мен осы оқиғадан кейін оның үйінен кетіп қалдым. Бірақ анасы маған кетпе деп көп жалынды. Қаншама сорлананы аяғанмен ол үйде қала алмадым. Бірақ баласына анасының көзінше айттым. Мен бұл үйде мынау әжемнің ақ ниеті үшін жүредім. Бірақ сенің мынау ісіңді көріп тұрып, мен қала алмаймын. Бір күн сені өлтіріп тастармын. Аман тұрғанда кетейін. Қатынын ұрды дегенді естіп едім.
Ал анасын ұрды дегенді еспек түгілі өз көзіммен көрдім. Кеше сол өзің сабаған анаң менен арашалап алмағанда сені, я мүгедек қылар едім. Я таяқ қате тиіп сен өліп кететін едің. Сөйтіп, мен сотталып кетер едім. Сені де, мені де бір Құдай сақтады. Енді сендей малғынды көрмейін деп шығып кеттім. Сол ана кейін көп ұзамай қайтыс болды. Ана тас жүрек баласы да оңған жоқ. Анасының басына көк таста қоя алмай қаңғып кетті. Ақыры Алматы жақта қаңғып жүріп, өліп, естеніп кеткен жерінен біреулер тауып алып көміп тастапты. Ол екенін қалтасындағы құжаттан білген. Сөйтіп ол ит өлімімен өлді. Міне, анасын сабаған азғының тағдыры осылай бітті деп, Мәкең ағамыз ауыр күрсініп, әңгімесін аяқтады. Осымен әңгімеміз тамам. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Авторы Жантөре Абдраимов.